Бәріңізге сәлем, сіздермен Айдана. Біз бүгін пончиктер жасайтын боламыз. Ұнымызға сүтімізді құйып, қантымызды саламыз, тұзымызды салып аламыз. Одан соң бір қасық дрожжімізді саламыз. Енді ертілген сары май және сұйық май, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып араластырып, қамырымызды жақсылап иелейміз. Қамырымыз бізде кішкене жұмсақтау болуы қажет. Болғаннан соң бетін жауып жарты сағат немесе 1 сағатқа қалдырамыз. Мен жарты ғана сағат ұстадым. Міне қамыр осындай болып шықты. Енді қолымызды майлап алып, осылай бір-біреуден алып, домалатып, ортасын басып қойып дайындап шығамыз. Енді бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қалдырамыз. Майымызды қыздырып, осылай пончиктеріміздің ортасынан бір басып пісіріп аламыз. Май негізі орта от болса жақсырақ болады, күйіп кетпейді. Осылай араластырып тұрамыз. Ішінің бәрі жақсылап пісуі үшін екі бетімен жақсылап тұрып қызартып пісіріп аламыз барлығын. Өте дәмді болып шығады. Біздің пончиктеріміз дайын барлығы. Қалауыңызша әсемдеп берсеңіз болады. Сахарный пудра немесе шоколадпен міндетті түрде жасап көріңіз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.